Да ну нафиг, землетрясение отыр ма не? Мәссаған, қаштық. Достар, қалжыңы, қараңдар. Шынымен егер де землетрясение болса, мынандай қазір оборудование бар, датчик землетрясение деген. Қараңдар, бұл датчик землетрясение қосып қоясыңдар, и любой жерге жабыстырып қойсыңдар. Осындай коробкасы болады, ішінде двухсторонний скотч, любой қабырғаға бір жерге жабыстырып қоясыңдар. И және де шынымен землетрясение болса, бұл оборудование даже 1 балдық землетрясениені определять ете алады. Қараңдар, мысалы, қараңдар, міне. Көрдіңдер ма? Жай вибрацияны өзін определять етеді. Сондықтан, достар, егер де сендер землетрясениеден қорықсаңдар, жаңағыдай землетрясениенің басында сендер осындай оповещение алғыларың келсе, өздерінің өмірлеріңді құтқарып қалғыларың келсе, өздерінің және де өздерінің жанұя деген сияқты, онда маған инстаграмға жекеге жазыңдар. Қараңдар, міне, мынау менің тикток парақшам, міне, менің тикток парақшамда инстаграм деген тұрады. Соған инстаграмға басып қалсаңдар, мен инстаграм ашылады. Подписка жасайсаңдар, және де сообщение дегенге басып, маған сообщение жазыңдар, достар. Және де сатып алыңдар, осындай датчиктардан менде 5 штук қалды. Бағасы қазір рассрочкаға 12 ай қалсаңдар, не бәрі 2500 теңге, рассрочка 12 ай. Каспир етіп қалсаңдар, айына 10 мың теңге. Мысалы, мына датчиктің бағасы 30 мың теңге. Сендерге қымбат болып көрінуі мүмкін, но на самом деле сендердің өмірлеріңді сендер қанша теңгеге бағалайсыңдар. Мысалы, Турцияны көрдіңдер ғой сендер. Турцияда қаншама адамдар, қаншама жанұясымен, семьясымен бәрі развалинада жатты. Осындай бір ғана міне осындай 30 мың теңгенің датчигі болғанда қаншама адамдар, қаншама жанұялар, семьялар жаңағы тірі қалып қалар ма еді деп мен ойлаймын да. Сондықтан міне біздің өміріміз ең бағалы нәрсе. Сондықтан осындай датчикті маған жазып, заказ беріп алыңдар. Алматыда заказ берсеңдер, сендерге 2 сағаттың ішінде сендерге Яндекс доставкамен жіберем. Үлгеріңдер. Халық рассрочка, Каспий рассрочка бар.